дала бізге батырларды ғана емес, рух пен тәнді қатар шыңдайтын асыл ұлттық ойындарды да мұра етті. Бүгін Нұрбала бөбек жайының тәрбиеленушілері, педагогтары, ата-аналары сол мұраны даналықтан басталып, күшке ұласатын рух жолын бірге жүріп өтеміз. Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз атадан балаға жеткен ұлттық ойын Ханталапай ойнаймыз. Ханталапай бұл жылдамдық пен ептілік қажет ететін ойын. Бұл ойында кім шапшаң, кім зерек, сол жеңеді. Балалар, сендер дайынсыңдар ма? Сол үшін орындарға жайғасамыз. Талапай, басталды ойын. Алапай! Жарайсыңдар балалар. Қанасы кімде екен? Кімде? Сол үшін тілекші сен ойынды бірінші бастайсың. Ал алдымен біз ортаға асықтарды тізейміз. Балалар, осымен біздің ойымыз аяқталды. Енді көрейік, кім қанша асық жинады. Саламыз, балалар, саламыз. Ең көп асықтарды жинаған бізде Ибрагим. Жабалтаймыз. Бес кемей ойыны алдымен даналық есеппен ойдың мектебі. Мұнда жеңіс алға бір қадам емес, бірнеше қадам бұрын ойлай білген ақылға бұйырады. Ойын арқылы балалардың қарапайым есептеу және логикалық ойлау дағдылары қалыптасады. Ойын тек ақылмен ғана емес. Қолдың ептілігі мен көздің мергендігі асықпен шыңдалады. Бұл ғасырлардан жеткен ата-бабамыздың теңге алу батырлыққа бастар алғашқы баспалда. Ат үстіндегі жігіт желдей жүйрік мінезі берік болуы тиіс. Ұлттық ойындарымыз әрдайым жас ұрпаққа қуаныш сыйлап, халқымыздың мәдени мұрасын насихаттаумен жалғасын тапсын.